Зымыраған уақыт. Аяулы әже, асыл жар, ардақты анамыздың дүниеден озғанына да бір жыл өтті. Құлмақова Сандуғаш Зайтайқызы 1956 жылы 7 қыркүйек айында Абай ауылында Зайтай атамыз бен Ірімкеш анамыздың отбасында 13 баланың үшіншісі болып дүниеге келген. Рақыш апамыздың бауырында өсіп, сүйікті немере, әкесінің сүйкімді қызы бола білген. 1974 жылы мектепті тәмамдап, Ленинградқа оқуға бармақшы болғанда, сол заманның темір тәртібі рұқсат бермей, жастарға қой бақтырмақ болғанда, Зайтай атамыз партия қатарынан шығарылса да, қызын семейге аттандырып, оқуға түсуге жіберген. Семей қаласында 1974-75 жылдары фабрикада бір жыл тігінші болып жұмыс істеп, 1975 жылы Крупская атындағы педагогикалық институттың математика факультетіне оқуға түсіп, үздік аяқтаған. 1974 жылы Арқалық ауылына жолдамамен келіп, мұғалім болып жұмыс бастаған. 1980 жылы жары қанатпен отау құрып, 1995 жылға дейін осы ауылда 5 баланы дүниеге әкелген. жылғы қиын заманда тегін тегіп отбасын асырасқан. 1995 жылы отбасымен Қарағанды қаласына көшіп, 2003 жылға дейін қалалық облыстық білім басқармасының жетекші маманы болып қызмет атқарған. Жүрегі елім, егінді бұлағым, қарқаралым, қазағым деп соққан Сандуғаш анамыз талай жанға көмегін пайдасын тигізе білді. (2003-2009) жылдары нөмір 91 мектептің директоры қызметін атқарды. 2009 жылы зейнетке шықса да, белсенді өмірін жалғай берді. Әртүрлі қоғамдық жұмыстар, үйде бала оқыту, музыкалық аспаптарда ойнау, ән шырқау сияқты өнері көп еді. Марқұм анамыз, егер де мен математик болмағанда, әнші болар едім деп айтып отырушы еді. Өмірінің соңғы 15 жылында намазын қаза қылмай, оразасын өтеп өткен жан. Соңғы сөзі де намаз оқыңдар деп өсиет етіп кеткен. Инна лиллахи ва инна иллахи раджиун. Шын мәнінде біз Аллаға тәнбіз, әрі оған қайтушымыз. Анамыздың жатқан жері жайлы болсын, жаны жәннатта болсын. Оқылған Құран дұғалар қабыл болсын.